Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне құқық қорғау қызметінің процестік негіздерін жаңғырту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республика заңының жобасы жөнінде бірінші оқылым. Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының бас прокуроры Жақып Қажманұлы Асанов мырзаға беріледі. Қадірлі депутаттар, әрбір мемлекеттің өз халқы алдында бір парызы бар. Оны ол ең басты мақсат, ең негізгі міндет деп санайды кез келген ел. Ал енді ол мақсатты біз бәріміз жақсы білеміз. Өйткені біздің де конституциямыз содан басталады. Конституциямыздың бірінші бабының бірінші тармағында біз шегелеп тұрып жазып қойдық. Қазақстан үшін ең қымбат қазына ол адам, адамның өмірі, оның құқығы, бостандықтары деп. Ал енді осы құқықтарды, осы құндылықты қорғайтын неше түрлі құралдар, жолдары бар. Ең мықты құралының бірі осы қылмыстық процестік кодекс. Ал енді не үшін керек осы заң десек, бір жағынан қоғамды, адамдарды қылмыстан қорғау болса, екінші жағынан тергеу органдары адамның құқығын аяққа баспау үшін. Өйткені тергеуде билік көп. Не істеуіне, қандай билік, қандай құзырет бар? Ол адамды жүріс-тұрысын шектеу, ол қамай алады, ол тінту жасайды, ол тыңдайды, жасырын әңгімесін, ол аңдиды, ол мүлкіне тыйым салады. Сондай билік бар, ол кез келген мемлекетте, бірақ тергеу органдары бір қылмысты ашамыз деп, тез ашамыз деп, артық кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан бұл заңның басты міндеті осындай заңсыздыққа тосқауыл болу. Мынау адамның құқығын және мынау қылмыспен күресу арасындағы бір балансты ұстап тұру. Әрине ол балансты ұстау үшін ол мынау ішкі ахуалға байланысты. Осы ахуалға қарап, дер кезінде мынау қылмыстық заңдарға әр мемлекет өзінің өзгерістерін енгізіп тұрады. Мысалы, мынау Америка Құрама Штаттарында терроризм көбейді. Не істеді олар? Олар арнайы заң қабылдады. Патриотизм актісі деген. Ол арқылы құқық қорғау органдарын күшейтті, ФБР-ға, ЦРУ-ға біраз өкілеттік берді. Тап солай Европа елдерінде жағдай қиын болып бара жатса, тиісті шараларды қабылдайды. Ал біз де солай жасадық. Әсіресе мынау 90-шы жылдары қылмыс деген өршіп тұрды. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Сонда біз не істедік? Құқық қорғау органдарды күшейттік. Елбасы мынау қылмыспен күресуді өз қолына алды, өзі басқарды. Ал енді мен оның барлығын егжей-тегжейлі айтпай-ақ қояйын, бірақ соның нәтижесінде 20 жыл қатарынан, мынау 96 жылдан бастап, адамға қарсы жасалатын қылмыста, аса ауыр қылмыстар азайып келеді жыл сайын. Мысалы, мынау қазіргі жағдайды, мынау 90 жылдарды айтпағанда, 80 жылдарды алайық. СССР одағының ең керемет кезеңі деп көбіміз есептейміз. Ал енді сол жылдармен салыстырсақ, кісі өлтіру, адам өлтіру 2 есе азайды. 90 жылдары біздің колонияларда 105 мың адам отырса, бүгін 3 есе аз, 35 мың. Біз сол жылдары әлемде жағымсыз 3-ші орында болдық, 100 мың адамға шаққанда. Ал қазір 70-ші орындамыз. Сондай жақсы өзгерістер болып жатыр, бірақ бізде енді сондай оң өзгерістерге сенбейтіндер аз емес. Неге сенбейміз? Бұрын тыныш болған сияқты. Қазір қылмыс өршіп тұрғандай. Өйткені қазір бәрі ашық. Бұрын жабық болатын. Халық көп нәрсені білмейтін. Қазір бір қылмыс болса, бүкіл интернетте тез тарап, бүкіл ел болып соны талқылаймыз. Ал енді екінші жағынан статистика. Статистика баяғыдай қазір өтірік емес. Неге? Өйткені бұрын
аса ауыр қылмысты жасырса, ол үшін әр кетсе сөгіс беретін. Бүгін ол үшін соттайды. Талай әріптестеріміз сотталды. Сосын оған қазір бара бермейді. Сондықтан мен айтайын дегенім осының. Қазақстандықтардың өмірі, әсіресе қауіпсіздік жағынан жылдан жылға жақсаруда. Тағы да айтайын, кісі өлтіру, денсаулыққа ауыр зиян келтіру, сондай аса ауыр қылмыстар жылдан жылға азайып келеді. Ал енді жалпы заң жетілдіру ол тоқтамайтын процесс. Жаңа мен айттым, әр мемлекет өзінің ішкі жағдайына қарап, біртіндеп, таразылап, кезең-кезеңмен өзгерістерді енгізіп тұрады. Ал енді бүгінгі жоба сондай бір кезекті бір қадам, оның бір өте басты бір ерекшелігі бар. Біздің тарихымызда алғаш рет ОПК-ға өзгеріс енгіземіз деп елбасының өзі ұсыныс енгізіп отыр. Мұндай бұрын болмаған. Бұрын көбінесе үкімет енгізетін. Ал енді қай жағынан бұл заң жоба маңызды десек, ең алдымен елбасы біздің алдымызда үш мәселені қойды, үш мақсатты қойды. Біріншіден, ОПК-ға қарапайым адамның көзімен қараңдар деді. Екіншіден, бізде қылмыстық процесс мемлекет үшін өте қымбат. Тергеушілер, прокурорлар, соттар, сараптамалар мыңдаған. Сосын тым ұзақ, қиын, күрделі. Осыған экономия тұрғыдан қараңдар. Бірақ ағаштың екі ұшы бар дегендей, экономия жасайым деп артық кетпеңдер. Ертең адамның құқығы бұзылмасын деп ескертті. Үшінші, бұл заң жобасының ерекшелігі, біз бұл заңмен құқық қорғау органдарды күшейтпейміз. Бірде-бір оларға билік жаңа құзырет бермейміз. Керісінше, мойнымызға міндет аламыз, жауапкершілігімізді артамыз. Осындай жалпы былай сипаттама берсек, осыны айтар едім. Ал енді мазмұнына келсек, бұл заң жобасының мазмұнын екіге бөлуге болады. Бір жағы адамның құқығын күшейтуге бағытталса, екінші бөлігі экономия жағы. Мысалы, қазір адамды санкция алмай соттан 78 сағатқа қамауға тергеу құқылы. 78 сағатта. Ал енді біз осыны зерттеп көрдік. Бұл енді Конституцияда белгіленген мерзім. Біз осыны қарап көрдік. Неге көп бұл 78 сағат деп? Сөйтіп көзіміз жетті. 48 сағатта біз үлгіруге мүмкіндігіміз бар екен. Ал енді ол күдікті 18-ге толмаса, онда 24 сағатта жеткілікті болады екен. Сондықтан біз осыны ұсынып отырмыз. 78 сағаттан 48 сағатқа дейін азайтуға. Бірақ бұл деген тек бір құр уақытты азайту емес. Бұның артында үлкен мағына жатыр. Ал енді тергеу деген құқық қорғау органдары адамды 78 сағатқа қамап қойып, екі қолдың қалтасына салып, жайбарақат жүре бермейді. Ол жүгіріп жүреді адамды қамағаннан кейін. Өйткені осы 48 сағаттың ішінде қандай жұмыс жасалыну керек? Біріншіден, тергеуші барлық дәлелді жинап, барып прокурорға барып, соның барлығын түсіндіріп, соны сендіруі тиіс. Соның көзі жетіп жатса ғана прокурордың, сонда прокурор сотқа барады. Соттан сұрайды. Соттың шешімі шығады. Осының барлығы 48 сағаттың ішінде болу керек. Ал енді үлгірмесе, онда ИВС-тің бастығы адамды шығарып жіберу керек, шығармаса өзі сотталады. Осындай бірінші норманы біз ұсынып отырмыз. Дегенмен, 78 сағат деген кейбір қылмыстар үшін сақталғаны жөн деп есептеп отырмыз. Өйткені бұл алғашқы қадам, көш жүре түзеледі дейді. Сондықтан біз кейін практиканы зерттеп, міндетті түрде осы тізімді біз азайтамыз. Түбі барлық әрбір қылмыс үшін 48 сағат деген жалпы бұл халықаралық стандарт. Екіншіден, экономикалық қылмыс үшін. Осы экономикалық қылмыс тергеліп жатса, тергеу кезінде ешкімді қамамауды ұсынамыз. Бұл енді бизнес жасап жүрген адамдар ғой. Олардың қоғамға деген, жеке адамға деген қаупі жоқ.
Олар қайта анау бос жүрсе, өзінің бизнесін жалғастырып, ана адамдарға жұмыс орын болады. Бірақ бұл жерде де жаңағыдай бір ерекше жағдай бар. Мысалы, жалған ақша жасау, рейдерлік жасау, немесе ұйымдасқан топтар. Ол енді бұл экономикалық қылмыстарды бизнес деп айту қиын. Ол бизнес емес, бұл таза қылмыс. Ал сол қылмыстарын жалғастыру мүмкін. Сондықтан оларға қамау біздің осы кезеңде қажет деп есептеп отырмыз біз. Тағы да бизнес саласына қатысты бір жалпы соңғы уақытта біз елбасының тапсырмасымен жиі осындай заңдармен сіздердің алдарыңызға келіп жүрміз. Өткенде мынау сессияның соңында біз баяндамашы болдық, әзірледік сол заң жобасын бас прокуратура. Сонда өздеріңіз қолдадыңыздар. 6 қылмыс бойынша, 6 экономикалық қылмыс бойынша, егер анау зиянды орнына қайтарса, мүлдем жауапкершіліктен босатылады деп сөйтіп шештік. Екінші, 10 экономикалық қылмыс бойынша жазаны 2 есе азайттық. Ал тағы да бүгін келіп отырмыз, мынау 3 жаңалық. Қылмыстық істі қандай жағдайда бастап кетуге болады, қозғауға болады. Мысалы, бүгін қызметкер, кез келген қызметкер құқық қорғау органының мына жерде қылмыс бар деп құр рапортының негізінде қылмыстық іс басталып кетеді. Құр рапорт, бір қағаз, бір жапырақ қағаз жазады, осындай қылмыс бар деп, соның негізінде қылмыстық процесс басталып кетіп жатыр. Бұл әрине дұрыс емес. Енді бұл заңға біз енгіздік, ондай қылмысты қозғау үшін ең алдымен аудиттің, ревизияның ресми актісі керек. Ол актіде осындай қандай зиян келтірілді, ол зиянның мөлшері қылмыстық кодекспен сай болу керек. Қылмыстың құрамы болу үшін. Екіншіден, мысалы, бизнесте біреу келісімді орындамайды. Біз ол алаяқ деп сразу бірден іс қозғаймыз. Бұл да дұрыс емес. Өйткені ең алдымен екі тарап өз араларын сот арқылы шешіп алу керек. Біріншіден. Екіншіден, о бастан анау тарапта ойы болған жоқ сол келісімді орындауға. Ол алдағысы келді. Оның ниеті арам болды. Соны дәлелдейтін деректер керек. Әйтпесе ол таза дау, азаматтық дау, ол әрине соттың азаматтық тәртіпте сотта қаралуы тиіс. Үшінші өзгеріс. Тергеу органы телефонды тыңдайды. Мен жаңа айттым, неше түрлі биліктері бар, жасырын тергеу амалдарын жасайды. Сосын барып, бір уақытта көзі жетеді, ешқандай қылмыс жоқ, күдігі расталмайды. Сосын не істейді? Жылы жауап қоя салады. Анау адам білмейді оны. Сол тәртіпті бізде тағы өзгертіп жатырмыз. Ал енді сондай жұмыс жүргізілсе, ертең тергеу органы соңғы шешім қабылданғаннан кейін тергеу органы анау адамға сізге қатысты осындай жасырын жұмыс жүргізілді деген хат беруге тиіс. Ал енді сол адам бұл заңсыз, маған нұқсан келді деп десе, онда ол сотқа жүгінуге құқылы болады. Әрине, ол деген біз аяғымызды тартып, барлық жағдайда сұрай бермейміз санкцияны, жауапкершілігіміз артады. Сот та соны беретін алдында енді 7 рет ойланатын болады. Беру керек пе, беру керек. Өйткені ертең оған жауап беру керек. Сосын адвокаттар, қорғаушылар. Мысалы, адвокаттар бір тергеу амалын жасау керегін, мысалы, сөйтіп санайды. Мысалы, тінту жасау керек, бір адамнан жауап алу керек, эксгумация жасау керек. Сондай көп қой, неше түрлі тергеу амалдары. Сөйтіп, ол кімге барады? Ол тергеушіге барады. Тергеушіні сұрайды, осыны жасаңызшы деп. Тергеуші келіспейді, жасамайды. Прокурорға барады, прокурор да келіспейді. Сонда ол не істейді? Оның өтініші аяқсыз қалады. Ол сот арқылы тек экспертиза сұрауы мүмкін, соны тағайындап, сол жазасын деп. Қалғандарына оның құқығы жоқ. Біз қазір сол қорғаушылардың мүмкіндіктерін кеңейтіп отырмыз. Олар тек экспертиза емес, кез келген тергеу амалының, мысалы, тергеуші прокурор бас тартса, онда сот арқылы соны тергеушіні мәжбүрлеуге, сол тергеу амалын жасауға. Сосын тағы бір жаңа институт пайда болып отыр.
Мынау тергеу кезінде екі тарап, айыптау тарабы мен қорғау тарапы, екі тарап бірін-бірімен барлық дәлелдеме, барлық құжаттарымен алмасу керек. Мысалы, тергеу толығымен қандай дәлелі бар, оның барлығын ашып тастау керек қорғаудың алдында. Қорғаудың да сондай міндеті бар. Ал егер бірін-біріне олар ашпаса, кейін сотта ол дәлелдеме жарамсыз деп тануы мүмкін. Бірақ қорғаудың бір артықшылығы бар, артық құқығы бар, правасы бар. Олар кейбір маңызды дәлелді өздеріне сақтап, тергеуге ашпауы да мүмкін. Неге? Өйткені ол айтады, бір куә бар. Мен қазір тергеушіге, ол прокурорға ол жөнінде айтқым келмейді. Ертең ол деген оларда мүмкіндік көп, олар оны қорқытып, ертең анау тайдырып жіберуі мүмкін. Сөйтіп, маңызды сондай бір өздеріне қажетті дәлелдерді сақтап, кейін ашық процесте барлығы бар, сотта бар, прокурорда бар, барлық тараптары бар. Сол жерде ашам көрсетем десе, онда сондай мүмкіндікті осы заң арқылы біз беріп отырмыз. Тағы да бір келесі мәселе, мынау сессия ашылғанда, осы сессия ашылғанда елбасы бізді қатты сынады. Сонда бір айтқаны, бір факты бойынша істі бастайсыңдар, кейін дәлел таппайсыңдар, сосын әйтеуір бір басқа жағын қазбалай бересіңдер деп. Ол расында да солай. Сондықтан осы мүлдем тоқтатылады, осы практика, осы заң арқылы. Енді қай факт қозғалса, тек сол фактінің шеңберінде іс тергелетін болады. Бұл енді адамның құқығы күшейтілу жағы. Ал енді екінші бөлігі, мен жаңа айттым, жалпы біз қалай осы процеске экономия жасаймыз деп отырмыз. Мысалы, мен бір мынандай мысалды айтайын. Адам қолынан ұсталды. Ұрының үстінде. Ұры қолынан ұсталды. Куә бар, жәбірленуші бар, бәрі айтып тұр. Видео жазылған. Ешқандай күмән жоқ, өзі мойындап тұр. Айдай анық іс, өте оңай. Бірақ сол осындай іс 15 күн тергеледі полиция бүгін. 3 күн прокурор қарайды, 20 күн сот қарайды. Сондай 2 айдай уақыт кетеді. Бұның барлық шығын мемлекет үшін. Бұндай процеске, бұндай істер бойынша процестің қажетіне. Сондықтан біз мынау жаңадан бір институтты енгізіп жатырмыз, бұйрық өндірісі деген. Сонда жаңағыдай мен айттым мысалды, анау қылмыс жасаған күдікті ол айтып тұр, мен мойындап тұрмын, маған анау жазада айыппұлы бар, сол айыппұлды маған тағайындасаңыздар, мен ертең соны төлеймін деген жағдай. Жәбірленуші онымен келісіп тұр. Бұл мен айтып отқан бір ұсақ майда қылмыстар. Бірақ солар көп уақытымызды алады біздің соттардың, құқық қорғау органдардың, тергеушілердің, прокурорлардың. Сондықтан осы істер бойынша олар тез шешілетін болады. Әр кетсе бүгін 2 ай созылып жатса, мынау заң қабылдасаңыздар, мынау 6 күн, 9 күннің ішінде соңғы шешім қабылданатын болады. Ал енді тағы да экономика қатысты бір өте бір күрделі мәселе. Бізде құқық қорғау органдарында баяғыдан келе жатқан бір ескі ауруымыз бар. Мынау өзіміз қылмыстық іс бар ғой, соның қожайыны деп санаймыз өзімізді. Сосын адамның қылмысқа тартып атқан, соның тағдыры менің қолымда деп кеудемізді ұрамыз. Бұл шын айтсақ, сол кеңес одағынан келе жатқан көзқарас, мынау қанымызға сіңген әдет, мынау қалыптасқан менталитетіміз біздің. Мен оны мойындаймын. Мен өткен 86 жылдан бері осы құқық қорғау органдарында жұмыс істеймін. Ал енді осы ауруды қалай емдеу керек? Біз соны көп қарадық, шетелге бардық. Бірақ енді оның шешімін елбасы өзінің жолдауында бізге айтты, тапсырма берді. Мынау қылмыстық процесті цифрлық форматқа ауыстыру. Біз енді Сауд Арабиясында болдық, Түркияда болдық, Грузияда болдық, Литвада болдық. Осы мемлекеттер осы өздерінің қылмыстық процесін 10-15 жыл бұрын цифрлық форматқа ауыстырып жіберген.
Оларда да осындай проблемалар болған. Олардың қызметкерлерінде де осындай әдет болған, осындай көзқарас болған. Мен жеке өзім Сауд Арабиясының бас прокурорының кабинетінде болып, соның қалай жұмыс істейтінін өз көзіммен көрдім. Біз енді қазір осы бағытта көп жұмыс жасап жатырмыз. Ал енді елбасының тапсырмасымен біраз IT мамандарды прокуратураға алдық қазір. Олар үлкен жұмыс жасап жатыр. Бюджеттен қосымша ақша сұрап жатқан жоқпыз. Өзім сол мемлекет беретін айлыққа біраз IT бағдарламаларды жасап, қазір 6 облыста пилоттық жоба іске асырып жатырмыз. Ал енді соның шеңберінде қазір бүгінгі күні 200-дей санкция тікелей соттардан электрондық форматта алынды. Бұрын 3 күн, 4 күн сандалып жүрсе тергеуші, прокурор, соттың арасында қазір кабинетте отырып 1-2 сағаттың ішінде алады. Психодиспансер дейміз, наркодиспансер. Соларға да тергеуші барып, 2-3 күн жүреді, кезекке тұрады, күтеді. Соның барлығы қазір кабинетте отырып 10 минутта алып жатыр. Осындай жалпы өте үлкен мүмкіндік береді. IT жүйесі десек. Бұл енді ең алдымен қағаз сияқты бұл жоғалмайды істер деген. Бүгін оқып та жатсыздар. Көп өкінішке орай бізде қылмыстық істер жоғалып жатыр. Әрине біз кінәлі адамдарды жазаға тартып жатырмыз, бірақ енді мақсат бәрін жаппай соттау емес қой. Соны болдырмау. Сосын жаңа айттым мен, бір жапырақ қағаз үшін қаншама уақытты жоғалтады. Оның барлығы түбі бюджетке неғылатын үлкен салмақ. Сосын енді бірақ ең бастысы цифрлық форматтың беретіні ең алдымен адамның құқығын қорғалуын күшейтеді. Өйткені барлық процесс алақандағыдай көрініп тұрады. Прокурор үшін, сот үшін. Сосын әрине олардың тергеушінің қатесі болып жатса, дереу соны жоюға олар міндетті болады. Арыз түсіп жатса, прокурор ол өз бастамасымен жасау керек. Сот тек арыз түссе қарау керек. Соның барлығы біз деген шын айтсақ бір аспаннан ойлап тауып атқан бұл немес, бұл дүниежүзілік өзі практика. Елбасы сессияны ашқанда сіздердің алдарыңызға айтты. Біз жалпы халықаралық стандарттарға қарай ұмтылуымыз керек деп. Сондықтан мынандай цифрлық форматта болса, менің ойымша жаңағы айттым ғой, мен бір ауруымыз бар. Біз әрбір қылмыстық істің қожайын деп сезінеміз өзімізді. Тағдырын біз шешеміз, сол аурудан біз құтыламыз. Коррупция азаяды. Ең бастысы біз қанша жас өзіміздің әріптестерімізді қате жасаудан, сүрінуден, сотталудан қорғап, оларды сақтап қаламыз. Өте көп өкінішке орай қылмыстық әріптестеріміз қазір сотталып жатыр. Әсіресе біздің прокуратурада біз мысалы айтсақ, соңғы 1 жылдың ішінде 15 жылда болмаған прокурорларды ұстап отырмыз. Бізге де ол оңай емес, біз мәжбүрліміз. Бірақ соның ішінде ең бір себебі осындай, біз барлығы жабық. Мысалы, біреу бізге арыз жіберсе, біз бас прокуратура не істейміз? Істі сұратамыз өңірден. Ол іс деген 2 апта жүреді кемінде поштамен. Сосын барып тергеуші, бізге жіберетін тергеуші, ол барлық құжаттарын жібермейді. Өзінің кемшілігін жастыру үшін кейбір құжаттарды өзіне алып қалуы мүмкін. Сөйтіп біз прокурор мына жерде отырып, мен ауыз толтырып жауап берем, бірақ мен онша сенімді емеспін. Өйткені кейбір фактілер, кейбір дәлелдер сейфінде қалып қойды, оны қайдан білем мен? Осының барлығын цифрлық формат, ең алдымен цифрлық формат не қылды? Қылмыстық процесте тәртіп орнатады. Сосын біздің қызметкерлеріміздің санасын жаңғыртады. Сосын бізде де мүмкіндік ашылады. Қоғамның көңілінен шығатын жұмысымыздың сапасын қоғамның көңілінен шығатын деңгейге көтеруге біз мүмкіндік аламыз. Оған шын айтсақ, еш күмән жоқ, сеніміміз бар. Құрметті депутаттар, бұл заң жобасы комитеттерде жан-жақты қаралды, зерделді. Енді біраз ұсыныстар түсті. Олар одан сайын жақсартты. Сіздерге рахмет. Сондықтан сіздерді қолдауларыңызды сұраймыз. Ал енді осы заң жобаны қабылдасақ, жаңағы елбасы айтты,
бізге мақсат қойды. Ең мықты дүние жүзіндегі 30 мемлекеттің қатарына кіруіміз керек. Сонда мынандай заңдармен біз өзімізді құқық қорғау саласы, сот саласы, біздің өзіміздің үлесімізді сол мақсатқа жету үшін жасаймыз деген сондай бір сенім бар. Рахмет тыңдағандарыңызға. Мына 16 жылды алсақ, жыл бойы біз 16 мың адамды ұстадық. Құқық қорғау органдары 16 мың. Егер осы заң былтыр болғанда, онда 11.200-і кемінде 70%-і 3 күн емес, 78 сағат емес, 48 сағат отырар еді. Ал енді жасы 18-ге толмағандарды алсақ, былтыр 204 жасөспірім ұсталды, оның 80%-і 166 жасөспірім жаңағыдай 78 сағатқа емес, 24 сағатқа ұсталатын еді. Сондықтан бұның берері өте көп, 70%. Бірақ мен бағана айттым, онымен біз тоқтамаймыз. Бұл алғашқы қадам, келешекте практиканы зерттеп, мүмкін анау кейбір нелер бар ғой, тізімдер, жаңағына терроризм, экстремизм дейміз, аса ауыр қылмыстар бойынша, сосын барып мынау педофилия дейміз, басқа да бір нелер бар, жаңағы аса ауыр қылмыстар, сол тізімді біз міндетті түрде азайтамыз. Ол мәселе бәрібір бір босатамыз деген әңгіме емес, тек тергеуші прокурорлардың мүмкіндіктері азаяды. Тезірек мүмкіндігінше сотқа барып, сот арқылы сот процесінде қамала ма адам, қамалмай ма, сол жерде шешілуі тиіс. Сосын мен тағы бір нәрсені айтайын. Бізде жалпы қылмыстық процесте екі фильтр бар. Мысалы, тергеуші айтады, мына адамды қамау керек дейді. Содан кейін ол мәселені қарайтын прокурор. Прокурордан кейін сот. Бұл фильтр. Мысалы, былтыр тергеушілер бізге 15 мың адамды қамайық деп, осындай өтінішпен прокурорларға келді. 15 мың. 16 мың ұсталды, 15 мыңмен олар келді. 15 мың бойынша біз әрбір 4-ші өтініш бойынша біз қанағаттандыруға бас тарттық. Сонда 3,5 мың адам прокурордың шешімімен қамалған жоқ, тергеу кезінде. Қалған 11.500 адам бойынша прокурорлар сотқа барды. Сот 500 адам бойынша бас тартты. Сондай цифрлар бар. Жалпы мынау түсінікті болу үшін прокурорлар олар мәжіліс сияқты. Өйткені мәжіліске алғашқы заң жобалары кіреді, барлық кемшіліктер сіздер қарайсыздар, барлық кемшіліктерді сіздер жолдайсыздар, сөйтіп сенатқа жібересіздер. Бізде сол прокуратура барлық кемшілікті қылмыстық процесте жойып, сосын барып сотқа жібереміз. Давайте я попробую через пример объяснить, чтобы так наглядно и более понятно, да? Вот, к примеру, в отношении кого-то возбудили уголовное дело. Сейчас я просто, чтобы понятно говорю, на самом деле сейчас такого понятия возбуждения дела нету, идет регистрация досудебного расследования. Так вот, начали уголовное дело. Кого-то признали подозреваемым. Арестовали не только его имущество, его самого арестовали. А потом выясняется, он ни при чем. Теперь дело надо закрыть, так же, по идее. Но здесь большие два минуса, как минимум, для следствия, для прокуратуры. Какие это минусы? Показатель. Очень плохой показатель. Фиксируется нарушение прав человека. Второе. Раз плохой показатель, то надо наказать кого-то. А как это? Он же незаконно привлек к уголовной ответственности. Поэтому что делают? Начинают искать другие зацепки. Поэтому об этом открыто прямо сказал и потребовал глава государства. Теперь что? Этот законопроект исключает такую практику. Чтобы опять было понятно, если кому-то подозрение предъявили по хулиганству, то не имеет права проверять финансовую деятельность его компании. Причем тут компания? К сожалению, это недостаток общий всей правоохранительной системы, в первую очередь, в том числе и прокуратуры. Поэтому тот принцип, который вы назвали, он еще 200 лет назад был провозглашен в Великобритании, по-моему. Великобритания, да. Лучше оправдать 10 виновных, чем осудить одного невиновного.
Это главенствующий принцип уголовного процесса любого государства, если это государство стремится быть правовым государством. Так вот, я хочу сказать свое личное мнение. Мы куда стремимся? В число 30 развитых государств. В этих 30 государствах следствие, прокуратура и суд – четкое деление зоны ответственности. Никто никого не дублирует. Каждый занимается своим делом. У каждого и работает система сдержек и противовесов. Вот у нас кто готовит законопроекты? Правительство. Правительство вносит куда? К вам. Не принимает же правительство законы сам. А что было бы, если правительство принимало? Поэтому вы принимаете, парламент принимает. Но закон опять-таки не вступает в силу, не вводится в действие, пока глава государства. Так работает система сдержек и противовесов во всех цивилизованных странах, в том числе и в Казахстане. Такой же принцип должен быть в уголовном процессе. В уголовном процессе развитых стран, конечно, я постараюсь очень быстро, да, как там выстроено, что мы увидели. Следствие там собирает фактические данные, не доказательства. Доказательства, не доказательства, это решает суд. Они собирают фактические данные. Все. Экспертизы проводят, гласные, негласные, значит, реализуют и так далее. Прокуратура дает правовую оценку этим доказательствам, признает кого-то подозреваемым, признает, квалифицирует его деяние, говорит, по какой статье он совершил преступление, если он согласен вот с тем материалом, который собрало следствие. Теперь прокуратура составляет обвинительный акт, передает в суд и в суде обеспечивает от имени государства государственное обвинение. Суд во время следствия ограничивает права человека. Поэтому неправильно, когда прокуратура ограничивала права человека во время следствия. Во всех цивилизованных странах ОСР это делает суд. Поэтому мы в рамках этого проекта все отдаем в суд, без всякого спора, без обсуждений. У нас десятилетия шли споры, почему это должен делать суд. Поэтому это не дело прокуратуры ограничивать права человека во время следствия. Потому что прокуратура – это сторона обвинения. А сторона обвинения не должна иметь преимущество перед стороной защиты. Вот это основополагающие принципы, куда мы стремимся. Я говорил, что в любом случае, любое законодательство – это процесс постоянный, и он развивается по мере необходимости шаг за шагом. И вот этот шаг, который мы сегодня делаем, позволяет такой шаг делать наша нынешняя криминогенная ситуация. Вот. И третье, вот это деление есть, в этом законопроекте мы четко поделили зону ответственности прокуратуры и суда. Но следующий шаг, нам надо поделить зону ответственности следствия и прокуратуры. Конечно, это потребует долгого времени, обсуждений, споров, но мы этим будем заниматься в последующие периоды. И нам в этом поможет вот цифровизация уголовного процесса. Расында да бүгін тергеуші не істейді ол прокурордың келісімін алады, сосын алады да мүлікке шектеу жасайды 10 күнге. Бірақ ол жөнінде айтпайды мүліктің иесіне. Айтуда да міндетті емес. Іс жүзінде ол 10 күн емес, айлап, жылдап созыла береді ол. Сосын мүліктің иесі кейін енді біліп қойып жатса, сол тергеушінің, прокурордың атынан жүріп, өтініш айтып, танысыздар іздеп, сөйтіп жүреді. Сондай жағдай жасап қойғанбыз біз заңнамада. Ал енді соны қазір біз өзгертіп отырмыз. Ол жаңағыдай тәртіппен прокурордың келісімімен 10 күнге шектейді мүлікті. Бірақ сол күнде мүліктің иесіне міндетті түрде хабарлау керек. Сосын екінші жағынан 10 күннің ішінде ол не өзінің сол қаулысының күшін жою керек, немесе бұл мүлікке тыйым салу керек десе, онда прокурор арқылы тікелей сотқа беру керек. Бірақ прокурор оған қарайды, тиісті өзінің бағасын береді. Сондай жаңа айттым ғой мен, система сдержек и противовесов. Сондай жұмыс істейді. Сондықтан бұл проблема біздің тарихымызда қалады келешекте. Бұндай келешекте болмайды. Законопроект внесен главой государства. Он разработан по конкретным поручениям главы государства.
Поэтому администрация президента разработала и приняла план мероприятий по реализации этого закона. Мы сейчас работаем совместно с другими правоохранительными и другими судебными, Верховным судом. Поэтому, значит, сейчас как раз обсуждаем. Я думаю, что к моменту принятия, введения в действие этого закона, все эти акты будут в установленном порядке, пройдут необходимую процедуру согласования и регистрации в Министерстве юстиции. Я хочу единственное добавить по цифровизации. Вообще в 2018 году у нас в планах оцифровать весь уголовный процесс, начиная с момента поступления заявления, охватив все следствие, судебные разбирательства и исполнение наказания. То есть по каждому конкретному делу от начала уголовного расследования, до судебного расследования, до выхода из колонии или отбытия наказания. То есть это, я думаю, что даст многое. Кстати, приезжали зарубежные эксперты, говорили, что в тех же странах, о которых я говорил, Саудовская Аравия, Литва, Грузия, там тоже есть, но у них только досудебное расследование. А вот так, чтобы комплексно решать, во всяком случае, мы не слышали, что в каком-то государстве есть, но все, которые приезжают и знакомятся с нашим опытом, все говорят, что это прогрессивно. Даже такие страны, как Нидерланды, Германия и так далее. Противоречий здесь однозначно нет, потому что действительно, как вы говорите, сторона обвинения и сторона защиты, они до передачи дела прокурору во время следствия, то есть по окончании следствия, должны представить друг другу все, что они собрали. Обе стороны. Если чего-то укрыли, то в дальнейшем суд эти данные, эти доказательства могут признать недопустимыми. Но защита, сторона защиты, имеет определенные преимущества над стороной обвинения. Обвинение должно выложить все карты, все свои козыри, а защита имеет право что-то укрыть, какое-то золотое доказательство. Потому что защита считает, что у защиты есть какой-то важный свидетель, о котором он не хочет говорить ни следователю, ни прокурору. Почему? Потому что боится рисковать, потому что у стороны обвинения много полномочий. И они могут, в кавычках, поработать с этим свидетелем и склонить его в сторону обвинения. Поэтому какие-то важные доказательства он сохраняет и на открытом процессе обнародует. Поэтому я считаю, что это очень важное такое нововведение, и оно направлено на усиление стороны защиты. Я еще раз говорю, обвинение 100% обязано представить все еще до прокурора. Теперь там еще есть другая сторона. К сожалению, у нас бывают случаи, когда есть очень веское доказательство, которое можно предъявить прокурору, следователю, а адвокат тянет. Почему тянет? Потому что гонорар-то идет. Поэтому, чтобы клиенты, вообще законопроект-то не направлен на защиту адвокатов, он направлен в первую очередь в защиту вот этого самого обвиняемого, которого представляет адвокат. Поэтому я не говорю, что это массовый характер, но такие ситуации бывают, когда искусственно затягивается разбирательство дела. Это дорого обходится и государству, и дорого обходится клиенту, адвокату. Поэтому мы здесь записали. С одной стороны, он как бы должен выложить, с другой стороны, он должен сохранить доказательства. Здесь как суд оценивает? Если суд считает, что адвокат как-то необоснованно тянул с этим доказательством, хотя прокурор наверняка бы прекратил это дело, вот, или даже дело могло быть прекращено в стадии еще начальной стадии уголовного судебного разбирательства. Поэтому все эти вопросы будут обсуждаться. Это тоже мировая практика, и мы считаем, что это усилит позицию защиты, усилит права тех, кто нанимает защитников. Тергеушінің өтініші
ходатайствосы қазір прокурор арқылы барады. Ол прокурор арқылы деген не? Ол қағазды алады, ол барады, прокурордың қабылдау бөлмесінде тұрады, күтеді сағаттап. Сосын ол қабылдайды, қол қояды, содан кейін сол қағазды алып сотқа барады. Сөйтіп сандалып жүреді. Біз соны қазір мынау айтып отырмыз. Қазір барлық технология бар. Оның жүрудің қажеті жоқ аяқпен. Сондықтан тергеуші өзінің өтінішін тікелей сотқа жібереді. Бірақ ол жөнінде прокурор біледі. Өйткені ол да көшірмесін алып отыр. Енді прокурор не істеуі мүмкін? Келіссе үндемейді. А келіспесе, сол тергеушінің қаулысын, шешімін бұзып, ана күшін жояды. Сонда сот ол санкцияны қарамайды. Неге? Өйткені оны прокурор күшін жойды. Сондықтан бұл адамның құқығы бұзылмайды, оған біз сенімдіміз. Тағы да айтайын, прокурор санкция негізсіз сұралды соттан десе, онда сол тергеушінің өтінішін ол бұзып, күшін жоюға құқылы. Значит, естественно, строго к этому, каждому уголовному электронному делу доступ будет строго ограничен. Мы сейчас вот в этом инструкции, нормативном правовом акте, который будет принимать генеральный прокурор, там все пропишем. По какому делу кто имеет право входить? Следователь, процессуальный прокурор, какие прокуроры имеют право, какие судьи имеют право. То есть все это будет расписано, порядок будет, конечно, мы со всеми согласуем, но чтобы войти в эту систему, будет 3 степени защиты. Первое – индивидуальный цифровой ключ. Это первое. Второе – пароль. Третье – отпечатки пальцев. Это тоже очень важно, отпечатки пальцев, потому что во многих случаях следователи имеют индивидуальный ключ, но все время ссылается на то, что какой-то коллега другой зашел от его имени. Так что необходимо будет еще подтверждать отпечатками пальцев. Теперь, по поводу защиты. Это вопрос на первом месте. Это даже надежнее, чем сегодняшние бумажные уголовные дела. Мы не знаем, кто эти дела видел, потому что там следов нету. А здесь следы остаются. Кто зашел, зачем заходил, во сколько заходил, что он там сделал. Допустим, к следователю завтра какие могут быть претензии? Почему допустил явные процессуальные нарушения? Прокурор входит. Почему зашел, увидел, но нет реакции с твоей стороны? Почему не входил, не контролировал, не надзирал? То есть вот такая система будет, и там все это фиксируется. Теперь, что касается защиты. В каждом здании, где дела будут вестись в электронном формате, будут установлены специальные шифровальные устройства. Их задача – шифровать вот эти каналы связи. Это с одной стороны, плюс сервера, которые получают эту информацию по интернету, они тоже будут, там тоже будут шифраторы. Но технологии развиваются каждый день, нам тоже надо совершенствоваться постоянно, поэтому мы будем над этим постоянно работать. Мы даже сегодня думаем в направлении вот этого нового блокчейна. Там вообще гарантируется неизменность вот этих всех данных. Поэтому это дело перспективы. Но если этот вопрос вас беспокоит и волнует, давайте я вам направлю наших IT-специалистов. Они гораздо лучше и понятнее объяснят, чем я. Я просто хотел бы напомнить об одном очень важном изменении, которое произошло где-то года два назад, о том, это на самом деле, я скажу, это очень серьезное изменение, которого не было до этого в нашем уголовном процессе и в уголовном кодексе. Конфисковывается только то, что добыто преступным путем. Сегодня мы, к сожалению, в этом и прокуроры виноваты, и судьи виноваты, все мы виноваты. Мы зачастую увлекаемся арестами во время следствия, останавливаем деятельность компании и так далее, поэтому влияем очень серьезно, негативно на бизнес. Почему? Потому что подряд начинаем все арестовывать. Хотя в приговоре конфискации подлежит только то
преступное происхождение которого доказано. Поэтому этот вопрос тоже у нас он актуальный, и вот то, что вы говорите, тоже актуально. Если нет необходимости, зачем оставлять в списке арестованного имущества? Вот в ближайшее время мы планируем совместно Верховным судом рассмотреть это на пленарном заседании Верховного суда, и надеюсь, что будет принято нормативное постановление, которое разъясняет судебную практику по этому вопросу, и мы снимем эти вопросы.